Қайырлы күн достар, осындай дәмді жұмсақ, жасалуы өте оңай пиццаның рецептімен бөліскім келіп отыр. Видеоның соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Жылы суымызға тұзымызды саламыз, құрғақ дрожжымызды саламыз, қамыр қопсытқышымызды саламыз және електен ұнымызды өткізіп саламыз. Кішкене сұйық май құямыз. Осылай қамырымызды жақсылап басын біріктіріп, жұмсақ қылып илейміз. Бетін жауып, жылы жерге 40 минутқа қамыр көтерілгенше қойып қоямыз. Қамыр көтерілем дегенше бетіне салатын салмамызды дайындаймыз. Осында шұжығымызды аламыз. Майдалап турап аламыз видеодағыдай. Онан кейін помидорымызды турап аламыз. Және қатты ірімшігімізді алып, үккіштің майда жағынан осылай өткізіп дайындап аламыз. Міне бәрі дайын болды. Енді қамырымыз көтеріліп дайын тұр. Алып ыдысымыздан алып, қолымызды майлап, керек бөлшектерге бөліп аламыз. Біз кішкене пицца жасаймыз, және қамырымызды керек бөлшектерге кішкене алып, осындай дөңгелектеп дайындап аламыз. Өзімізге ыңғайлы болу үшін енді ыдысымызға алып, осы қамырларымызды осылай салып, бетін қолымызбен бастырамыз. Бетіне майонезбенен кетчупты араластырып жағамыз, ірімшігімізді саламыз. Онан кейін шұжығымызды саламыз. Бетіне осылай помидорды видеодағыдай қойып шығамыз. Және бетіне тағы да ірімшікті көбірек саламыз. Ірімшік көбірек салсаңыздар өте дәмді болып шығады. Енді қызып тұрған пешке 180 градусқа 20-25 минутқа осындай кішкене пиццаларымызды пісіріп аламыз. Неке дайын болды, өте дәмді, керемет. Енді дайын болған пиццаны алып, бетіне осындай укроп, петрушка майдалап тұрып, осылай бетіне себеміз. Суығаннан кейін дастарханға ұсынамыз. Өте жұмсақ дәмді болып шығады. Достар, міндетті түрде осы рецептпен дайындап көрсеңіздер болады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Жанар. Барлықтарыңызға